Сәлем құрметті менің каналымның көрермендері. Бүгін біздегі тақырып 3D кірпік жабыстыру. Яғни 3D кірпік жабыстыру үшін бізге мына видеода мен сіздерге көрсетіп тұрғандай өстіп 3 кірпікті алып, жиынтық кірпік жасайсыздар дағы. Әрбір кірпікке, яғни сол қолымызда біздің пинцетіміз тұрады. Оң қолымызда екінші ұшы қайрылған пинцетіміз тұрады. Осылайша сол қолымызбен кірпіктердің арасын ашып, оң қолымызбен бір жағынан жиынтық кірпік, яғни пучок жасап, бір жағынан кірпікті жабыстыруымыз керек. Бұл туралы жеке қалайынан кірпік ашамыз, қалайынан жиынтық кірпік жасаймыз, ол туралы жеке сабақ түсіретін боламын. Егер каналым ұнап жататын болса, лайк басып, комментарий жазып, және тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта әрбір апта сайын, бір аптада 2 немесе 3 рет осындай сабақ шығарып тұратын боламын. Енді қарай қойыңыздар. Мына жерде мен сіздерге видеода анық көрсетіліп тұр, әрбір кірпіктің арасын ашамыз. Ол ұсақ кірпік бола ма, ол ұзын кірпік бола ма? Сіздерде мысалға рекламадан шыққан кезде, мысал үшін қараңыз. Мына жерде енді бізде ара қашықтығы кірпіктердің жаңағы кірпікті жабыстырған кезде көздің терісі менен кірпіктің ара қашықтығы 0,5-1 миллиметр болу керек. Себебі, егерде сіз кірпікті клиенттің кожасына жабыстырып қоятын болсаңыз, ондай кезде клиент көзін ашқан мезетте ол кірпік міндетті түрде клиенттің кожасына тіреліп, ол ары қарай оның көзіне бататын болады. Енді біз кірпікті 100% толтыруымыз керек. Ол дегеніміз не? Мысалға, сіздер рекламадан немесе салондарға кірген кезде, мастерлармен сөйлескен кездерде сіздерге айтады, 100% заполнение дейді. Яғни 100% кірпігіңізді толтырып береміз дейді. Ол дегеніміз ұсақ немесе ұзын кірпік бола ма, барлығына бірдей етіп кірпікті жабыстырып береміз деген сөз. Енді біздегі басты мәселе, мен мысал үшін алдағы уақытта сіздерге әртүрлі кірпіктің жабыстыру жолдарымен көрсететін боламын. Мысалға, кірпіктерде әртүрлі эффект болады, сол эффектімізге байланысты мен өзім көз мөлшеріменен бұрыннан басынан жасап жүргеннен бастап осылайынан үйренген болатынмын. Ешқандай клиентке дискомфорт тудырмау үшін, бетінде ешқандай із қалдырмау үшін көп адамдар мысалға мына ненің үстіне, патчидің үстіне жазып қояды, қай жерге қандай ұзындықтағы кірпік жабыстыратын. Мен олай емес, көз мөлшерімен жабыстыра беремін. Енді мысалға мына клиент бізде кірпік жабыстырып жатқан мезетте көзін ашып жіберді. Ол көзін ашуға болмайды мүлдем. Себебі бізде клей дегеніміз, ол жабысқан мезетте клейлар әртүрлі жабыстырғыштығы бойынша әртүрлі болып бөлінеді. Яғни сцепка минутасына байланысты. Мысалға, біреу 1 минутта қатады, біреу 1 секундта қатады, бір клейлар болады 1-2 секундта қатады, бір клейлар 0,5-1 секундта қатады, кейбір клейлар 0,3 секундта қатады деген сияқты. Яғни сіз өзіңіздің қолыңыздың жылдамдығына байланысты клейді таңдап алатын боласыз. Бізде мысалға қазіргі уақытта мен пайдаланатын 0,5 секундтағы жабыстыратын клей. Яғни ол клей дегеніміз қалай жұмыс жасайды? Клейдің бойындағы сұйық зат ұшып кетеді дегі, одан кейін ол қалғаны несінде қалады, жаңағы қалған смоласы жабысады. Яғни ол дегеніміз бізде клейді жаңағы жабыстырып жатқан кезде клиент көзін ашып жіберетін болса, ол кезде бізде уже көзі ашып жас ағуы мүмкін. Сондықтан да клиентке міндетті түрде жаңағындай жұмыс бастамас бұрын көзін ашып жібермеуін, және телефонмен сөйлеспеуін. Себебі телефонмен сөйлескен кезде бізде көп клиенттер эмоциялық түрде сөйлеседі дағы, сонымен ол көзін ашып жіберуі мүмкін. Сондықтан да көзін ашып жібермеуін өтінесіздер. Сонымен қатар жаңағы кірпіктерді жабыстырған кезде жаңағы ұзындықтарына байланысты жабыстырасыздар. Яғни бас жағы ұзынырақ, аяқ жағы, мысалға көздің
алдыңғы жағына келген кезде міндетті түрде қысқарақ кірпік жабыстырасыздар, және де екі кірпікте де бірдей болуын қамтамасыз етулеріңіз керек. Егер де көзбен олай жасай алмайтын болған жағдайда, ондай болса сіздер оны сызып алуларыңыз қажет. Оны мен алдағы видеоларда көрсететін боламын. Осылайша 100% кірпіктерді сіздер толтырып шығасыздар. Мінекей 3D объем осындай болды. Арасында кірпіктерді тарап тұруды ұмытпаймыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Рахмет.